Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі біздің өтілетін жаңа тақырыбымыз «Мен анаммен барамын» деп аталады. Добрый день, ученики! Сегодняшняя новая тема называется «Я пойду с мамой». Алдымен бірінші сөздік дәптерге жаңа сөзді жазып алайық. Ол кіммен деген жаңа сөз. Орысша с кем. Для начала, ребята, открывайте словарные тетради и записывайте новое слово. Кіммен, с кем. Бірінші тапсырма, тыңда қайтала. Бұл жерде суреттер бейнеленген. Анасы, әжесі, атасы және де балалардың суреті. Бірінші сурет. Қараймыз. Бұл жерде кім? Анасы мен қызы. Екінші суретте әжесі мен немересі. Үшінші суретте атасы және немересі. Сөйлемдерді оқиық. Мен дүкенге барамын. Я пойду в магазин. Мен анаммен барамын. Я пойду с мамой. Мен атаммен барамын. Я пойду с дедушкой. Бұл жерде балалар кіммен деген сұраққа анаммен, атаммен, әжеммен деп жауап береді екенбіз. Оқулықтың келесі бетіне назар аударайық. Екінші тапсырма. Кесте бойынша айт. Второе задание. Говори по этой таблице. Бұл жерде не жазылған? Сен қайда барасың? Сен кіммен барасың? Сұрақтары қойылған екен. Бірінші кестеге назар аударайық. Мен мектепке барамын. Мен тауға барамын. Мен дүкенге барамын. Мен саябаққа барамын. Яғни балалар, қайда деген сұраққа мектепке, тауға, дүкенге, саябаққа деп жауап береміз. Яғни мектеп, тау, дүкен, саябақ сөздеріне ға, ге, қа, ке жалғаулары жалғанып, қайда деген сұраққа жауап беріп тұр екен. Келесі екінші. Сен кіммен барасың? С кем ты пойдешь? Мен анаммен барамын. Мен әкеммен барамын. Мен әжеммен барамын. Мен атаммен барамын. Бұл жерде анам, әкем, әжем, атам сөздеріне мен жалғауы жалғану арқылы жасалып тұр екен. Кіммен? Анаммен. Кіммен? Әкеммен. Кіммен? Әжеммен. Кіммен? Атаммен. Яғни мен деген жалғаудың жалғану арқылы жасалып тұр. Келесі. Үшінші тапсырма. Үлгі бойынша сөйлес. Третье задание. Говори по образцу. Бұл жерде диалог. Балалар, диалог деген не екен білесіңдер? Ол екі немесе үш адамның өзара сөйлесуі. Бұл жерде екі адам сөйлесіп тұр екен. Ребята, здесь диалог. Что такое диалог? Вы уже знаете. Это разговорная речь двух или трех людей, да? Здесь разговаривают два человека. Сен қайда барасың? Куда ты пойдешь? Мен мектепке барамын. Я пойду в школу. Сен кіммен барасың? С кем ты пойдешь? Я пойду
с мамой. Мен анаммен барамын дейді. Келесі оқулықтың бетін ашайық. 4-ші тапсырма. Толықтырып айт, сұрақтарға жауап бер. 4-е задание. Дополни предложение, ответь на вопросы. Бұл жерде балалар болымды және болымсыз түрі. Болымды түрі пойду, барамын. Болымсыз түрі бармаймын. Барамын, пойду, бармаймын, не пойду. Егер де балалар дұрыс белгісі қойылып тұрса, бұл болымды түр болып есептеледі. Егер де X белгісі тұратын болса, бұл болымсыз түр болып есептеледі. Мен мектепке барамын. Мен дүкенге бармаймын. Мен тауға барамын. Мен саябаққа бармаймын. Не пойду. Я пойду в школу. Я не пойду в магазин. Я пойду в горы. Я не пойду в парк. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Үй тапсырмасы жұмыс дәптеріндегі мен анаммен барамын тақырыбына берілген тапсырмаларды орындау. Ребята, урок окончен. Домашняя работа. Выполнить задание в рабочем тетради. Задания, которые даны на тему «Я пойду с мамой».